Barchаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сабина. Бүгінгі видеода палау жасаймыз. Бізге керек заттар сәбіз, пияз, ет және күріш керек болады. Қазанды отқа қойып, 2 шөміш май құйып, етімізді саламыз. Мен ет және қарта салдым. Етіміз жақсылап қуырылғанша пиязымызды, сәбізімізді турап дайындап аламыз. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Міне етіміз жақсылап қуырылды, қызарып, енді пиязымызды салып, пиязымызды да жақсылап қуырамыз 10 минуттай. Міне пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді сәбізімізді салып, сәбізге тұз сеуіп, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін 1 ожау су құямыз. 1 литрдей. Мен палауға осылайынан 1 бас чеснокты салғанды ұнатамын. Осылай саламыз. Етіміз піскенше суды баяу отта қайнатамыз. 1 кило күрішті ыдысымызға салып, күрішті жақсылап 3 қайтара жуамыз және жылы суға салып қоямыз. Етіміз піскеннен кейін күрішімізді салып, барлық жеріне су тиіп тұратындай етіп, күрішімізді жайып шығамыз. Және де астын отын орташа отта тұрады. Күрішіміздің суы тартылғаннан кейін осылайынан барлығын ортаға жиып, күріштерді ортасын 1-2 тесіп, үстіне күреңкі жауып қоямыз. Астындағы отын баяу отқа қоямыз. Палауымыз дайын. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын.